Қарағандыдан Қарқаралыға жол жүрейін деп жатырмыз. Әйгілі Қарқаралыны көрейік деп. Енді жол жаман дейді, көреміз. Атынан айналайын Қарқаралы. Ғажайып ертегі аңыз арқадағы. Өзіне ғашық болып өтер әр жан. Тәттімбет мәдилерден бар хабары. Көңілге күйлерімен тоқып әнін, көз тарттық қия белден шоқыларын, өнерлі өрендерге өзек болған қадірлі, қасиетті топырағын. Жұмыс бәрі бар ма? Жұмыс өз басында келеміз, бірақ 25 километрден кейін Қарағай деген поселок бар. Көмір ма, мыс па? Жоқ, алтын заңы. Соның фабрикасы удаларда келеді, содан алтын шығарады. Сосын Назарбаевқа береді бәрі. Назарбаев па, шетелдер алып кетемін. Бізде Степногорскта да алтын ғой. Оныкі Россия мен Корея аудит. Оның бәрін енді істеп атқан Назарбаев қой. Олар өздігінен жүгіріп алмайды. WhatsApp'та қарап отырсам айтады, алтын сандықтың үстінде жаланып отырған қазақтар. Жердің астында алтын ғой. Қайыр сұрап жүрген қазақ. Действительно, қайыр сұрап жүрген. Маңыз болып шалқып отыратын біз ғой. Біздің неміздің шетел. Қарашы табиғаттың ұлы күшін, тамаша тамылжыған құбылысын, жүгіндей қыздың жиған жарасымды, өрілген текше тастан бұғалышын. Сыңсыған сұлу орман арасында, шайтан көл шайқалады шарасында, кесеге құя салған кәусәрдай бұл. Тұр десем тау басында, анасың ба? Арқаның арулары жағасында, айналып айна көлге қарасанда, шомылып жібек шашын тарасын ба? Қызыққа бұл сақалды қанасың ба? Атынан айналайын Қарқаралы, ғажайып ертегі аңыз арқадағы. Өзіне ғашық болып өтер әр жан, тәттімбет мәдилерден бар хабары. Қарқаралыға жеттік. Бір 2,5 сағатта жүрген шығармыз, е? Сен енді күшті екен жері. Қарқаралыға дейінгі жол бір 200 километрдей. Қарағандыдан 120 километр былай нормальный жол. Бір 100-бен келе жаттым. Жақсы. Кейінгі 80 километр Қарқаралыға бері қарай жол жаман. 80 мен әзер келдім. Өйткені Кочкадан Гочка. Әкелген жолаушылардың сөздерінен бұл жол Семей Аягөзге қарай кетеді. И Семейден үлкен жүк машиналар жүреді екен Қарағанды жаққа. Солардың зардабынан жол жаман. Қарқаралының орталық паркіне кірдік. Кішкене тамақтанып ап, сосын баратын жер тауып алу керек. Қазақстан туризмінің ең басты проблемасы, вообще туризмдік емес, негізі Қазақстан бірінші проблемасы деп мен туалет деп есептеймін. Кәдімгідей общий туалет. Парктерде, былай далада жүргенде туалет таба алмайсың. Кафелерден, торговый центрлардан басқа. Міне Қарқаралыға келдік, паркта туалет жоқ. Міне осындай ашық туалет бар. Ішін қарасаңыз. Осындай туалет негізі, мысалы Европаның батыстың адамдары осындай туалетті білмейді. Біз қайта білеміз, бірақ мұнаның өзі түкке тұрарлық емес қой. Мынау туалет сияқты, бірақ жабық. Және міне осындай туалет бар екен. Бұл осы
Шаштаразда магазинда істейтіндердікі. Содан кілтін сұрап бардық енді туалетке. Кушай. Аздап тамақтанып алдық. Кішкене күш жинап туалетке барып келдік. И интернеттен бір баруға болатын жерлерді қарастырдық. Бір 5-6 жер бар екен. Сол бірақ оларды ертең қарай шығармыз. Қазір бір Шахтер деген база отдыха бар екен. Сол бір көлдің жағасында соған барамыз. Сол жақта бір палатка қоятын жер іздейміз. В общем, Қарағандан Қарқаралыға дейін 2 жолаушы алып келдім индрайвермен. Сөйтіп заправкаға келіп тоқтасам, бір апа сұрап жатыр, ақшанды берейін бе деп сразу. Екіншісі, енді беріп жатыр екеуі де, бірақ екінші апай айтып жатыр, оларға біздің ақша керек емес, ақшалары бар болғасын бара жатыр ғой дегендей сондай. Олар қайдан білсін, мен оларды жаңағы жолымды ақтау үшін алып жатқанымды, минималкаларда демалып жатқанымызды. Қызық, адам стереотип андай, егер демалуға бара жатса, бай, ақшасы бар дегендей. Короче, как обычно, мы в поиске места и перед нами тысячи препятствий. Везде все закрыто, доступа нет, ищем дорогу. Не знаю. Красота! Ну, имею в виду на этом озере, что палатку можно было. Негде? Палатка орнатуға жер іздеп жүрміз. Пашина деген көлге келдік. Бірақ жан жағы частный территория, бүкіл гостиницалар, дом отдыха, частный үйлер салып тастаған. И орын жоқ. Жана бір охранникпен сөйлескем, ол айтады, бір палаточный городок бар. Онда орманның ішінде Қарқаралыға қарай. Бер жақта қоя алмайсың дейді. И міне бүкіл қай жерге кірмесек те осындай шлагбаумдар тұр, ворота. В общем, бүкілі жабық. Және де бір қызығы, мынау көлдің жағасы да дұрыс жоқ. Өйткені міне жол, и жолдан сразу көл басталады, су басталады. Енді табиғат деген керемет екен. Бурабайға ұқсайды. Бірақ тастары көбірек сияқты. Мынау бір Баянауыл мен Бурабайдың ортасында. Қалай, құлпынай дей ма малинаны? Жоқ, құлпынай клубника же, малина қазақшасы қалай? В общем, малина теріп жатырмыз мұнда. Біреудің заборы. Бірақ қышқыл екен малинасы. Тур Поляна деген жерге кеп тұрмыз. Мұнда палаточный городок. Адам аз негізі, бірақ жақсы жер бұлай. Палатка құру үшін осындай беседка, столдары бар. Күшті. Большое деген көлге кеп тұрмыз. Мұнда палатка құрамыз ба деп ойлағанбыз, бірақ тым ашық екен, жазық дала, ар жағында кішкене таулар бар. Ал ауа райына қарасақ, бұлт түніліп тұр, түнде мүмкін жаңбыр жауып кетер. Сондықтан қазір жаңағы палаточный городокқа баратын шығармыз.
Мінекей осындай жер таңдап алдық. Орындық, стол бәрі бар. Кішкене адамдардан алысырақ. Мұнда бір 5-6 семья бар. Тағы да, где-то сол 4-5-6 семьяның біреуі ғана қазақ болды. И то кетейін деп бара жатыр, палаткасыз. Қалғандары бәрі орыстар. Грибы теріп, солай жүр. И біз қазақпыз. Может, это поставить его? Да? Давай, поставить. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make. Алдық. Палатка орнатулы. Бүкін тартып тастадық. Егерде жаңбыр жел болса, үстел. Қазір тамақ дайындаймыз. Шайнек газда тұр. Енді мынау локация күшті екен. Мен ойласам бір палаточный городок, андай жай жазық дала, онша емес деп күшті екен, ұнады маған. Саған ұнады ма, Карина? Да, ұнады. Цивильно. Оржа деген дейді. Малина деген. Малина бүлдірген ау деймін. Малина деген өсіп тұр, толып тұр. Міне аздап жинап алдым. Кешкі шай малинамен болады. Занимайся. Тамақ дайындап жатырмыз. Саңырауқұлақ пен суп. Сорпа. Суп из грибов дейді. Ингредиент: пияз, картоп, саңырауқұлақ, шампиньоны. Су қайнап тұр. Қазір пісіре бастаймыз. Балқаштан алған дүнияны енді ғана жөндеп жатырмыз. Бұзылып кетпеген сияқты әлі. Дүние күшті екен. Бірақ шығыста қарбызды қауын дейді ау деймін. Сондай бір диалект бар. Наоборот айтады. Мынау ағып жатқан су салқын. Бір жерде бұлақ бар сияқты, бұлақтың көзі. Су таза сияқты, негізі ішуге болады. Бірақ біреу ішкісі келмейді. Сорпамыз қайнап жатыр. Иісі деген аңқып жатыр. Отын кішкене аздау. Қою керек. Дайын болып қалған шығар уже. Біздің саңырауқұлақ сорпамыз дайын. Бірақ та мен кішкене накосячить етіп жібердім. Саңырауқұлақты көбірек қуыру керек еді. Мен аз қуырып, кішкене қаттылау болып шықты. Біз кешкі асты ішіп серуенге шықтық. Қасымыздағы жартастарға шығып барамыз.
Қараңғы басып кетті. Кешкі 9. Saat 9:30-ға дейін ұйықтадық. Түн суық болды, жаман суық болды. Басында мен шешініп жатқам, жай ғана пледпен жамылып. Кейін кәдімгідей суықтан оянып, киініп алып, спальниктің ішіне кіріп алдым. Дене бүкіл ауырып тұр. Каримат жіңішке. Дала жақсы сияқты. Күн шығып тұр. Ағаштардың ішінде жақсы көлеңке, содан палатка қызбайды. Айтпақшы, бұл жерде связь нашар ұстайды. Мысалы, менде Билайн интернет, вообще Билайн даже антенна ұстамайды. Теле2 Алтел былай ұстайды средний. Менде осындай газовка бар, горелка. Цанковый дейміз, сондай баллон жалғанады міне. И осы Балқашта болғанда дауыл боп, ішіне құм кірген. Сосын мен оны жуғам. И жуғаннан кейін мынау искра беретін істемей қалды. Және мынау уже тат баса бастады. Так что егер сендерде де осындай болса, байқап жуыңдар. Негізі жақсы мынау горелка. Желден қорғайтыны да бар. Екі адамға ыңғайлы, жеңіл. Екі біздің тоңазытқыш суық болғандықтан онда сорпамызды және суды қойып қойдым. Таңғы ботқамыз дайын. Сұлу жармасы және банан, дыня қосылған. Палатканы жинап тастадық. Өйткені қазір біз тауға шығайын деп баратырмыз. Өзімізбен бірге бірақ рюкзак аламыз. Және кім білет кейін қайда баратынымызды, әлі план жоқ ондай. Так что жинап тастадық та, егер де үлгерсек, уақыт бойынша мында қайтып келеміз. Өйткені жер жақсы мынау. Болды, таңғы асты ішіп алдық. Енді тауға қарай жол жүріп барамыз қазір. Қаланың ішінде магазинға кіріп су аламыз, сосын там, может быть, бір перекус сияқты бір нәрсе алып, тауға жол іздейміз. КПП-дан өттік. Бүкіл ұлттық парктеріне сияқты төлеу керек. Адам басына 400 теңге. Пик Комсомола дегенге ар жақта бізге айтқан Комиссаровка жақтан кіресің деп. Мыналар айтады, ар жақтан жеңіл деп. В общем, енді Комиссаровка жақтан көреміз кіріп. Мұнда да көл бар екен. Мынау кісі местный смотрящий. Осындай жақсы жер екен палатка құруға. Бірақ бұл жер андай частный, арендованный жер. Мұнда тұру үшін адам басынан 500 теңге, палатка құру үшін, и машинадан 2000 теңге. Адам көп, бүкіл жер бұлақ, мұнда су ағып жатыр, кәдімгідей ішуге болады. Мың теңге беріп машинаны қалдырып кеттік. Өзіміз шынға, Жирен Сақал деген шыңға көтерілеміз. Пик Комсомола дейді орысшасы. Еспесем Пик Комсомола деген анау тұрған тау. Соған бара жатырмыз. Енді жол пока нормально болып баратыр. Жарты сағат жүріп келеміз. Осындай тропинкасы бар.
Бұлаққа да жеткен сияқтымыз. Осы бұлақтан оңға қарай бұрыл деген бізге. Су тап-таза. Күшті. Бір сағаттай жол жүріп келдік. Енді ары қарай міне жол қиындап барады. Өсіп кеткен. Дұрыс тропинка жоқ. Бағдарлар жоқ. Жолшыбай осы жидек өсіп тұр. Бүлдірген ау деймін, малина. Сол. Бүлдірген. Итмұрын. Күшті. Мінеки кружкаға малина жинап алдық. Карина әлі жинап атыр. Қазір жолшыбай жеп барамыз. Мінеки бір контрольный точкаға жеткен сияқтымыз. Білмем. Жол қиындап барады. Тропинка іздеу қиын. Бүкіл жер ағаш көрінбейді, шын да көрінбейді. Жаңа комсомол шыны. Аяқ астынан авария болып қалды. Алдыма қарамай ағашқа тап болдым. Инфекция түспесін деп. Өзімізбен бірге аптечкамыз бар. Кішігірім керек жабдық. Обезболивающий, перекись, бинт. Осындай походтарда керек болып қалатын заттарды. В общем, сразу прямой жолды, прямой шығайық дедік. Осындай тастармен шығып барамыз, көреміз қазір. Жетеміз бе? Google карта бойынша жақын сияқты. Бізге керек шын, не тұр. Кішкене басқа жолмен бұрылып кеттік өз. Енді тау жотасымен барамыз ба деп ойлап тұрмын. Енді табиғат деген күшті. Мынау таудың ортасында жазық, тақыр бар. Күшті көрінеді екен. Сол қырдың үстінде киіз үй тіксе күшті көрінеді. 2,5 сағат жүрміз. Кішкене тупикқа кіріп кеттік. Жаңағы жолдан таймау керек еді. Біз прямой жүреміз деп басқа тауға кіріп кеттік. Енді сол таудың жотасымен ақырындап бара жатырмыз. Шаршадық. Бізде обед. Кешеден қалған саңырауқұлақ сұрпасы. Нан, майонез. Все по классике. Газовка ештеңе алған жоқ біз тауларға. Лишний груз. Қазір обед ішіп аламыз. Тамақ ішіп болдық. Кішкене әл жинап, дем алып, сергіп ап, қайтадан жол жүріп барамыз. Таудың жотасымен келе жатырмыз. Көрініс деген тамаша болып тұр. Көз тоймайды сұлулыққа. Таудан тау. Мынау жер қараңызшы қандай күшті, бір тостаған шаның ішіндегі қыр, тақыр қыр. Соның үстінде палатка тіксе. Біздің мақсатымыз 3 замок сияқты. Соған бара жатырмыз. Жолымыз осындай. Таудың жотасы кен екен, жақсы. Жүруге ыңғайлы. Жас қайындар шебінен бірнеше рет өттік. Егер
осындай жағдайға тап болсаңдар, шынға қарай олар сирек кездеседі. Менің махаббатым, молодец. Дай 5. Дай палку. Міне шынымыз міне тұр. Аз қалды. Енді финишный прямойға шықтық. Ой, жақындап жатқан сияқтымыз. Иықтан иық қалмады. 5 дейді ме? Как ясно говорю. Қолы қап-қара дейді. Сәйшесін ба? Жаным шо. Әке. Суды көріп тұрса, машина сол жерде ау деймін біздің. Сол жерден шықтық біз. Бұлай айналып, ананда мініп, жүрміз адасып. Айтпақшы, мынау осындай боқтар жиі кездеседі. Мынау қояндық емес, қояндықінен үлкен. Кімдікі білмейміз, әлі ешқандай аңды кездестірген жоқпыз. Егер де білсеңіз, комментарийға жазып қойыңыз. Біздің ойымызша бұл кімнің боғы? Горный. Арқардың боғы. Мынандай көріністі қараңыз. Таулардың арасында шұңқыр ма, үңгір ма, қалай айтылшы. Ойпат. Ар жақта қандай әдемі болып тұр. Көрініс. Мінекей шынымызға да жетіп қалдық. Бірақ бер жағы енді крутой спуск екен. Білмеймін, бер жақтан міне алмай шығармыз, ар жақтан міну керек сияқты. Пейзаж деген тамаша. Мынау таулар кәнде ойнамай қалды. Осы биіктіктен де. Қандай керемет жерлер. Қарағанды облысы. Шынның бауырына да кеп қалдық. Бірақ бер жағы кәнде үлкен жар екен. Бір үлкен пласт сияқты. Көтерілу мүмкін емес. Специальный оборудованиясы. Не енді. Қол тиерлік жерде тұр. Қалай шығатынымыз көреміз. Қырындап жарды айналып барамыз. Бер жағы көтерілген ыңғайлы сияқты. Burada айналып шықтық. Міне басқа жағынан вообще міне алмайды екенсің. Енді кері қарай жаңағы жерден вообще мініп көреміз. Азақ қалған сияқты, бірақ мұнда тым қауіпті болып тұр. Көтерілуге қорқып тұрмыз. Енді басқа жағынан айналып барамыз бекен, білмеймін. Осымен тоқтаймыз ба. Көрініс деген тамаша. Көтерілген ыңғайлы жақты тауып алдық. Тауды кәдімгідей 360-қа айналып шыққан шығармыз. Кішкене қалған сияқты, білмеймін. Үстіне шыға аламыз ба, шыға алмаймыз ба? Ой. Шашадым, күшті шашадым. Міне енді ғана 6 сағат, ровно 6 сағат жүріп, Комсомол шынына жеттік. Шын дегенде почти шыны әне тұр. Оған жету әлде қайда қиын болады және қауіпті. Мұндағы көріністі қараңдар, қандай күшті. Ыстықтан кәнде буланып тұр ауа райы. Ауа райы деймін, ауа. Неткен тамаша. Қандай қауіпті, е? Комсомол шыны осы шығар. Мынау 1400 метр биіктік. Жан жағы күшті әдемі екен. Қарқаралы да үлкен таулы массив.
не кішігірім көлдері бар. Ар жақта не Шахтер көлі, Қарқаралының өзі әне тұр қала. Міне Қарқаралы қаласы. Біздің стоянкамыз машина қалдырған міне тұр деп ойлаймыз. Оған дейін әлі жету керек. Мен бүгінгі тауға мінер серігім, жан серігім. Қанша қиналып әйтеуір жеттік. Мен мақтанышым. Күшті. Қандай күшті. Бізде міне кішігірім фотосессия басталды. Осындай әдемі жерге келіп фотоға түспеу бұл күнә. Раз, два, три. Осында мінуге жоғалтқан 6 сағатымыз зря болмаған сияқты. Енді көрініс деген тамаша. Егерде андай үлкен көлдер болса, тіпті күшті болар еді. Бурабайда сияқты. Бурабай, Баянауылда сияқты. Бірақ олар болмаса да көрініс өте әдемі. Өзім негізі өзім тауларды жақсы көрем. Азап шаршадық, енді кейін қарай қайтатын жол табу керек. Уже 3 сағаттан кейін күн батады, қараңғы батады. Қазір тез кішігірім тамақтанып алып, кейін қарай жол іздейміз. Тағы бір айта кететін жайт, мынау комсомол деп аталатын себебі қай жылы екен білмеймін, бірақ бірінші рет мұнда білмеймін вообще, бірінші рет емес па. В общем, 100 комсомолец, 100 жас жігіт пен қыздар осыған восхождение жасаған и комсомол деген ат берген, биг комсомола деп. Бірақ қазақша аты Жирен Сақал деп аталады. Күшті. Мынау Қарқаралының ең биік нүктесі 1420 деймін, қателеспесем, мұнда жазып қоям. Егер салыстыратын болсақ, Бурабайдың ең биік нүктесі 945 метр ғана. Баянауыл 1000 бір нәрсе. Және ең биік мынау Қарқаралы. Ал біз осы шыңды тамашалап біттік. Енді кері қарай ақырындап түн батпағанша жетіп алайық деп жүреміз. Сапар.
в общем, түн батайын деп жатыр, күн батайын деп жатыр уже. Біз әлі жол тапқан жоқпыз. Бір тупикқа кіріп кеттік. Склон деген тым крутой. Апасян болып тұр. Анау стоянка әлі алыс. Уже қараңғыда жететін шығармыз, жетсек. Су бітіп қалды. Бұлақ деген әлі көрінбейді. Нечайно жыланға басып кеттім. Әне ол. Көріп тұрсыңдар ма? Жылжып барады. Қандай жылан екен білмеймін, бірақ Апасян екен. Болды, күн батты. Адасып жүрміз. Білмеймін, даже тропинкаға шыққан жоқпыз әлі. Шаршап кеттік. Еке адасып жүріп бір бұлақ тауып алдық. Көрінбейді шығар, міне су. Толтырып алдық бір бутылканы. Бізге жететін шығар. Дым көрінбейді, міне қап-қараңғы фонарикпен келе жатырмыз ақындап. Сағат 10:30 біз жол тауып алдық. Үйге апаратын жол, анаға барар жол. Кәдімгідей. Мәзбіз, мәзбіз, бірақ жестко шаршадық, жестко қорқынышты, жестко қараңғы. Неки жол. Қуанышқа шек жоқ қой. Кәдімгідей. Давай су ішіп алайық. Рақатнай. Қазір сағат 12-ден 11 кетті. Почти 12:30-да шыққанбыз осы лагерден. Ровно 12 сағат жүріп, енді ғана қайтып келдік. Нереально шаршадық. Нереально, кәдімгідей аяқ су шаршап жатыр, кәдімгідей өліп талып жатыр. Құладық та, неше түрлі болды. Жестко, уже МЧС шақырайық та дедік. Абайландар, лучше всего гидпен шығындар, бір жерге бар, тауға барсандар. Тау опасный ойыншық емес. Негізі мен серігіме рахмет. Менімен бірге до конца жүріп, түнілмей, үнілмей базар жоқ. Сағат түнгі 1. Біз мұнда кішігінің стол орнатып жылынып алғымыз кеп тұр. Міне шай қойып қойдық. Сосын бір Big Bon запарить етіп қойдық. Далада қазір 13 градус, температура әлі түседі. Где-то таңғы 4-те максимальный болады, низкий температура, суық күн. Кешеді біз тоңып қалдық түнде. Вообще суық болады шығар. Қазір тамақ ішіп жатамыз. Жуынып алдым аздап, суық дірілдеп тұрмын. Жуынбай дірілдеп тұрмын. 13 градус. Машинада жылынып алайық деп отырдық машинаға. Ыстық шай, итмұрын жинап алдым жолдан. Сонымен ыстық шай ішіп жатырмыз. Қазір жылынып аламыз да спальникқа кіріп алып ұйықтаймыз. Что ты одень его? Ты ноги хочешь? Түн жаман суық болайын деп жатыр. Қымтанып алдық. По максимум. Ақырындап жатамыз. Қайырлы түн. Жаным.